Ассалаумағалейкум. Audi 2.0-ге арналған мынау контрольный лампочка компьютер қосылып тұрған белгісін береді. Постоянно жанып тұрады. Мынау диагностикасы өзінің сұраған бойынша. Так, мынау автоподсозға реле дополнительный. Форсунка мына жерден. Мынау подача, мынау обратка. Мынаның ішінде стаканчик бар, бензонасос бар. Мына форсунканың креплениясы, воздух регулятор бар и тройник бар. Подачамен жаңағыдегі екі ортаға тұрып, 5-ші жаңағыдегі Audi-дің 6-шы форсункасына жалғанады. Сондай тройник бар. Екі ортаға бензинге подача. Так, мынау водяной датчик расход топления, автоподсос датчик. Мына газ бен компьютерді ауысқан кезде қосатын реле. Мынау мап датчик. Мынау воздушный датчик. Воздушный датчиктің қызылы жоғары қарап тұрады. Тесіктен ауа сору керек. Мынау водяной автоподсозға хабар беретін датчик. Так, енді дополнительный автоподсос. Енді мына жерде айтып кетейін. Жасыл ақ сызығы бар. Импульс трамблердің датчик қоласына жалғанады. Сосын сарғыш қара сызығы бар. Бобина плюс замок зажигания. Массасы мынада қатырып тұр. Реледе, сол жерден реледен қатырасын. Мына жерде мына көк ақ сызығы бар. Ол газоклапанның плюсіне жалғанады. Газға қосылған кезде бензин өшеді. Форсунка мына жерден ажырап қосылады. Қазір қосып көрсетейін. Мына контрольный лампочка жанында. Мына форсунка жұмыс істейтін қалай айналсам солай жұмыс істейтін. Дайын.